Мен күйеуімді өз сіңіліммен бір орында құшақтасып жатқанын өз көзіммен көрдім. Сол түні айқайлап ыдыс-аяқты сындырдым. Балаларым жылады. Ал Сайқал, мен оны сізден артық жақсы көремін деді. Бір түнде бақытты әйелден жан-жағы бос, жүрегі сынған әйелге айналдым. Бірақ бұл менің кек пен жаңа бастамаға толы тарихым. Мен Аида едім, 28 жастағы екі баланың анасы. Мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін қарапайым әйелмін. Күйеуім Ерлан 34-те, ірі компанияда инженер болып жұмыс істейді. Біздің үйленгенімізге 7 жыл болған. Алғашқы жылдарда ғашық болып армандаған өмірді құрдық. Қазір Алматының үлкен Алматы көшесіндегі 3 бөлмелі жайлы пәтерде тұрамыз. Балаларымыз, үлкеніміз Аружан 5 жаста, кішіміз Тимур 3 жаста. Кешке үйге келгенде Ерлан балаларды көтеріп, менің маңдайымнан сүйіп, қалайсың жаным деп сұрайтын. Мен ас пісіріп, үйді жинап, отбасылық бақыттың үлгісіндей өмір сүріп жүрдік. Бір күні Ерланның әпкесі Қарлығаш телефон соқты. Аида, Сайқалды қалаға жіберемін. Университетке түсті. Қасыңда тұрса бола ма? Әрине, сіңіліміз ғой дедім қуанып. Сайқал келді. Ұзын бойлы, қара шашы жалбырап, көздері үлкен әрі ойнақы. 22 жастағы қыз, бет-әлпеті нәзік, күлгенде ойықтары шығады. Апа рахмет деп мені құшақтады. Алғашқы апталарда бәрі тамаша болды. Сайқал ас үйде көмектесті, балалармен ойнады. Ерланға аға деп құрмет көрсетті. Мен оны өз қарындасымдай көріп, киімдер сатып әпердім. Бірақ кейде оның Ерланға қараған көз қарасын байқап қалатынмын. Сол көз қараста бірдеңе бар еді. Уақыт өте Сайқалдың мінезі өзгере бастады. Киімдері қысқарып, бет-әлпетіндегі макияжы қалыңдай бастады. Кешке Ерлан жұмыстан келісімен оның жанында отырып, аға, бүгін жұмыстан не болды деп сағаттап әңгімелесетін. Мен ас үйде тұрып, олардың күлкісіне құлақ түретінмін. Бір күні кешке Ерланның телефоны шырылдады. Мен көріп қалдым. Аға, ертең дүкенге бірге барайық. Аида апаға айтпайық, ол шаршап жүрген шығар. Жүрегім суыды. Кешке Ерланнан сұрадым. Сайқалмен неге жасырын дүкенге барасың? Ой, Аида қызғанасың ба? Ол жай ғана жас қыз, көмектесемін деп жүр, деді ол. Бірақ менің ішімде бірдеңе сынғандай болды. Түнде ұйықтай алмадым. Мен жұмыстан ерте қайтқан күнім еді. Есікті ашсам, диванда Ерлан мен Сайқал жақын отыр. Ерланның қолы Сайқалдың иығында. Мені көргенде екеуі де секіріп тұрды. Не болып жатыр? Дедім дірілдеген дауыспен. Ештеңе, тек әңгімелесіп отырмыз, деді Ерлан асығыс. Сайқал қызарып бөлмесіне кіріп кетті. Сол түні Ерланмен қатты ұрыстым. Сен мені алдадың ба? Қойшы Аида, ол мені аға деп көреді. Сен қызғаншақ болып барасың деді. Бірақ мені оның өтірік айтып тұрғанын сездім. Келесі күндері Сайқалдың университеттен кешігіп келетіні жиіледі. Ерланның анасы қалаға келді. Сайқалды көріп, қандай сұлу, тәрбиелі қыз деп мақтады. Сайқал оған кофе пісіріп, қолпаштап жүрді. Ал мен балалармен айналысып жаттым. Аружан мен Тимур Сайқалды апа деп атайтын болды. Ол оларға ойыншықтар алып келетін, менің орнымды басып жатқандай. Досыма айттым, қорқамын, ол менің отбасымды бұзып жатыр. Сақ бол Аида, мұндай жағдайлар көп, деді ол. Мен Ерланның телефонын бақылай бастадым. Жиі хаттар көбейді. Бір түні Ерлан ұйықтап қалғанда телефонын аштым. Хаттар көп. Сенің құшағыңды сағынып тұрмын аға. Аида апа ұйықтағанда келші. Жүрегім тоқтай жазады. Таңертең бетпе-бет келдім. Бұл не? Сайқал жылап тұрып, апа кешіріңіз. Мен Ерлан ағаны шынымен жақсы көремін. Ерлан үнсіз тұрды. Мен екеуін де айыптадым. Үйдегі ауа
ауырлап бастады. Түнгі сағат 3 шамасында ояндым. Қасымда Ерланның орны бос еді. Жүрегім дүрсілдеп, бірдеңе дұрыс емес екенін сездім. Тұрып үйді араладым. Сайқалдың бөлмесінен әлсіз күңкіл және сыбыр естілді. Аяғым дірілдеп есікке жақындадым. Есіктің жарығы сыздықтап тұр екен. Баяу аштым. Көргенім жүрегімді пышақтай шаншып өтті. Ерлан мен Сайқал бір орында құшақтасып жатыр. Сайқалдың басы Ерланның кеудесінде, Ерланның қолы оның белінде. Екеуі де жартылай киім жоқ. «Жоқ!» деп айқайладым. Даусым бүкіл үйді жаңғыртты. Ыдыс-аяқ тұрған сөреден бірнеше тарелке алып еденге лақтырдым. Шынылар сынған, үні жүрегімнің сынуына ұқсады. Ерлан секіріп тұрып, беті әппақ болып кетті. «Аида, бұл кездейсоқ. Мен...» Сайқалда оянып, көрпені өзіне тартып жылай бастады. «Апа, кешіріңіз, мен оны шынымен жақсы көремін. Сізден артық». Балалардың бөлмесінен Аружанның жылағаны естілді. «Не болды?» Тимур да қосылып жылады. Мен есікке барып балаларды құшақтадым. Көздерімнен жас ағып тұрды, бірақ даусымды қатты ұстадым. «Бәрі жақсы балаларым, ұйықтаңдар». Ерлан киініп шықты. «Аида, тынышталшы. Бұл бір реттік қателік. Мен сені жақсы көремін. Сен менің жүрегімді өлтірдің», дедім салқын дауыспен. «Енді шық». Сол түні балаларды жылы киіндіріп такси шақырдым. Ата-анамның үйіне бардық. Жол бойы көзімнен жас үзілмеді. Өмірімнің ең ауыр түні болды. Таңертең ата-анама бәрін айттым. Әкем қатты ашуланып, анам жылады. «Қызым, ажырас, балалар үшін шыдама, өзіңді құртпа», деді анам. Келесі күні адвокатқа бардым. Құжаттарды толтырдық. Балалардың қамқоршылығы, алимент, пәтер бөлісі. Ерлан хабарласып, дауысы дірілдеп тұрды. «Аида, үйге қайт. Мен Сайқалды шығарамын. Бұл қателік еді». «Сен таңдауды жасадың, Ерлан. Енді салдарын көтер», дедім мен. Сайқал әлі Ерланның үйінде тұрып жатты. Оның ата-анасы да жастардың ісі, уақыт өте жөнделеді деп жеңіл қарады. Мен жұмыстан демалыс алып балалармен айналыстым. Қаржы қиын болды. 1 айлық жалақы, коммуналка, балалардың тамағы. Бірақ ішімде намыс өрт болып жанды. 1 аптадан кейін Ерлан пәтерге келіп, заттарын жинап жатқанымды көрді. «Сен шынымен кетесің бе?» «Иә, сен үшін емес, өзім үшін». Сайқал инстаграмға Ерланмен бірге суреттерін салып жатты. Мейрамханада, саябақта, менің махаббатым деген жазулармен. Таныстарым скриншоттарды жіберіп, қалай шыдайсың деп жазды. Ар сурет жүрегімді қайта-қайта жаралады. Түнде балалар ұйықтаған соң жастыққа тығылып жылайтынмын. Неге мен? Не жетіспеді? Деп өзімнен өзім сұрайтынмын. Бір күні Ерлан келіп балаларды көргісі келді. «Аида, сенсіз өмірім бос. Сайқалмен бәрі бітті, өтті. Кет, балаларды аптасында 1 рет көре аласың. Басқа ештеңе жоқ», дедім мен есікті жауып. Ішімде кек пен қайғы араласып, кейде өлгім келетін. Бірақ Аружанның «Анашым, сен жылама» деген сөзі күш берді. Уақыт баяу өтіп жатты. Мен психологқа жазылдым. Апта сайын сеанстарға бардым. «Өзіңізді кешіріңіз, өзіңізді сыйлаңыз» деген сөздер жүрегімді емдеді. Спорт залға барып, шашымды өзгерттім. Жаңа киімдер алдым. Жұмыста да жоғарылап, қосымша сабақтар бердім. Ерлан мен Сайқалдың арасы нашарлады. Сайқалдың махаббаты тез өтті. Ол Ерланды қызғаншақ, ескі деп айыптай бастады. Бір күні Ерлан маған келді. Көзі қызарған. «Аида, мен қателестім. Сен менің нағыз әйелімсің. Қайта басайықшы», деді. Мен оған ұзақ қарадым да, «Мен өзімді таптым, Ерлан. Сенсіз бақыттымын. Енді бәрі кеш». Сол күні ішімдегі соңғы байланыс үзілгендей болды. 1 жылдан кейін өмірім мүлдем өзгерді. Мен ресми түрде ажырасқанмын. Балалар әкесімен демалыс күндері кездесіп тұрады.
оларға екі үйде де жақсы. Мен Әділет есімді азаматпен таныстым. Ол 35 жастағы, жауапты, адал, менің өткенімді түсініп, балаларымды өзінікіндей қабылдайтын ер адам. Бірінші кездесуде ол: «Сен күшті әйелсің, Аида. Мен сені осындай қалпында жақсы көремін», деді. Сайқал Ерланнан кетіп, ауылға қайтып басқа өмір іздеді. Ерлан жалғыз қалды. Көп өкінеді. Кейде маған хабарласып, «Қандай ақмақ болдым» деп көз жасын төгеді. Мен қазір балаларыммен, Әділетпен бақыттымын. Кештеріміз жылы, күндеріміз толық. Өмір сатқындықтан да, ауырлықтан да күшті екен. Ең басты сабақ: әйел өзін өзі сыйлағанда шынайы бақыт келеді екен.